Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабағымызды бастамас бұрын мына суреттер мен ондағы сөздерге назар аударайық. Яғни бұл суреттерде жақсы тілектер берілген. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы да осыған қатысты. Атадан қалған асыл сөз бөлімі тақырыбы Бұқар жыраудың тілек толғауы, мақсаты әдеби шығармадағы психологизмді анықтау, бағалау критерийі Бұқар жыраудың тілек толғауындағы психологизмді анықтайды. Ендігі кезекте Бұқар жыраудың қысқаша өмірбаянын тыңдайық. Бұқар жырау жоңғар басқыншылығы тұсында елдің болашағы қыл үстінде тұрған кезде өмір сүріп, сол алмағайып замандағы күрделі мәселелерге өз жырларымен жауап бере білген дана тұлға. Ол 18 ғасырдағы жоңғар басқыншыларына қарсы қазақ-жоңғар соғысының бастаушысы әрі ұйымдастырушысы атақты Абылай ханның ақылшысы болған. Болашақта ұлы жырау мұралары жаңаша көзқарас, дүниетаным тұрғысынан, ислам құндылықтарымен сабақтастығы, мораль философиясы, мемлекет мүддесі, поэтикасы тұрғысынан тексерілуі тиіс. Келесі кезекте Бұқар жыраудың тілек толғауы туралы аудионы тыңдайық. Бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз, ер шұғыл пасық залымның тіліне еріп азбасқа. Үшінші тілек тілеңіз, үшкілсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз, төрді төсек тартып жатпасқа. Бесінші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, біреу қаза қалмасқа. Алтыншы тілек тілеңіз, 60 басты ағорда ардақтаған аяулың күнінде біреуге тегіннен тегін олжа болмасқа. Жетінші тілек тілеңіз, желкілдеген ту келіп, жер қайысқан қол келіп, сонан сасып тұрмасқа. Сегізінші тілек тілеңіз, 8 қиыр шар тарап, жер тұлданып тұрмасқа. Тоғызыншы тілек тілеңіз, төреңіз тақтан таймасқа. 90-дағы қарт бабаң топқа жаяу бармасқа. 10-шы тілек тілеңіз, 10 ай сені көтерген, омыртқасы айналған, бұлтты күнде толғанған, тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен, анаң бір аңырап қалмасқа. 11-ші тілек тілеңіз, 10 бармағы қыналы, омырауы жұпарлы, иісі жұпар аңқыған, даусы қудай саңқыған, назыменен күйдірген, құлқыменен сүйдірген, ардақтап жүрген бикешің жылайда жесір қалмасқа. Оқушылар, енді әдебиеттегі психологизм дегеніміз не? Соны мұқият тыңдайық. Әдебиеттегі психологизм шығарманың эстетикалық қуатын танытатын өте күшті құрал. Әдебиеттану терминдері сөздігінде әдебиеттегі психологизм шығарманың эстетикалық әлемін құрайтын кейіпкердің ішкі ойын, толғанысын, рухани күйзелісін терең әрі детальды түрде бейнелеу деп анықтамада берілген. Сондықтан көркем шығармадағы өмір шындығының басты кепілі психологияда соны жеткізу амал тәсілдерінің жиынтығы немесе идеялық эстетикалық шығармашылық негізі психологизм болып табылады. Осы қағиданы мұқият дәптерімізге жазып қояйық.
Енді бұқар жыраудың тілек толғауындағы әдеби психологизмнің берілуі қалай екен, осыны тыңдайық. Бұқар жырау өзінің тілек атты туындысында адам баласы үшін ең маңызды, қажетті деген дүниелерді 11 тілекке сыйғызып берген. Бірінші тілегін бір Аллаға жазбаудан бастаған бұқар жырау бұл толғауында адамдық ақ жолдан таймау, 5 уақыт намазды қаза қылмай, иманыңа берік болу мәселелерін алдыңға қатарға қояды. Жырау денсаулық, ел жұрттың, жақындардың амандығын байлыққа балайды. Жыраудың қашанда бір тілегін тақта отырған төренің амандығын тілеу болсын деген қағиданы да ұстанатыны 9-шы тілегінен көрінеді. Ұлы жыраудың бұл мұрасында жаңаша көзқарас, ішкі рухани күйзелісі тамаша беріліп тұр. Өмір шындығын тілек сөзі арқылы толғана отырып жырлаған. Бұл әдебиеттегі психологизм болып табылады. Келесі кезекте балалар тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: тілек толғауын негізге ала отырып, толғауды өз ойларыңмен аяқтап жазыңдар. Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз ең шұғыл пасық залымның тіліне еріп азбасқа. Үшінші тілек тілеңіз үшкілсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа. Ары қарай 5-ші, 6-ші, 7-ші, яғни 11-ші тілекке дейін өздеріңіз толықтырып жазасыздар. Бағалау критерийі: толғауды оқиды, өз ойымен жалғастырады, ұйқас реттілігін сақтайды. Тапсырманы дәптерге жазбаша орындаймыз. Келесі кезекте оқу тапсырмасы. Эссе жазу. Тақырыбы: тілек толғауын негізге ала отырып, бұқар жырау 21 ғасырда өмір сүрсе, қандай тілек айтар еді? Өз ойларыңызды жазасыңдар. Дескрипторы: тақырыпты ашу, мақалдарды қолдану, тұрақты тіркестерді қолдану, бір сөзді қайталамай синонимдерді қолдану, өз сөзіңмен жазу, дәлел арқылы мінезін ашу, бүгінгі күнмен байланыстыру, жазу каллиграфиясын сақтау. Барлығы 10 балл. Іске сәт. Тапсырманы дәптерге жазбаша орындап, тексеруге береміз. Сабақтың соңында кері байланыс, яғни БББ кестесі бойынша кері байланыс жасаймыз бүгінгі сабаққа қысқаша ғана. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.